Не болатын еді? Не болып жатыр мына жерде өзі? Көрсек көзіңді ашпай оны. Кино болды, кино. Бүгін осындай бір приключение болды. Видеоның соңында не болғанын толық айтып беретін боламын. Осылай үйлерді жинап, бөлмелерімді жинап жүргенмін ғой. Сөйтіп ата-енемнің үйіне тамақ беретін болып, ауылға шығатын болдық. Айнаның алдарында реттеп кетейін деп, сразу киініп, дайындалып, ауылға қарай шығып кеттік. Ауылда осылай күштілеп тамақ бердік. Дімлема басыпты жеңшелерім, соның барлығын салып, осылай сарқыт алып, базарға кіріп шығып, үйге қайттық. Қыздарыма базардан осындай картерс, мамыс папыстан двойка алдым. И өзіме халат алдым. И мына жерде қараңыздаршы, күшті скидка болып жатыр екен. Осындай аяқ киім алып алдым. Мына аяқ киімді негізі қаншаға бағалайсыздар? Бұл заттардың барлығын алып алдық та үйге кіре алмай қалсақ бола ма? Кілт сынып, сонымен есікті бұзып, бірақ кірдік. Мынау біздің өзіміздің ішіп жүрген сиропымыз. Витамама деген бұл қазір барлық жерде дефицит болып жатыр. Дәмі деген керемет. Өздері-ақ сұрап ішіп қояды ғой бұны.